Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен әдеттегідей Фули, қалайсыздар достар? Сіздермен қатты қауышқаныма өте қатты қуаныштымын. Мен өздеріңіз білетіндей ютубта бақандай бір айға жоққа кеттім. Оның өзіндік себебі бар. Ол себеп неге деген сұрақ туындаса, мен осы топ драбаш деген видеомда страйк алды, авторский прав. Ол қандай авторский прав екенін білмеймін. Короче, ағылшынша келдім, каналыма видео сала алмадым, салынған видеолардың бәрі удалить етіліп кетті. Ол бірінші себеп. Сосын мен 31 июль каналымды мен страйктан қайтарып алдым. Сосын каналымда актив түсіп кетті мен. Осылай канал өзінің просмотрларын атайды, басайды, вообще актив жоқ болып кетті. Содан кейін 38 подписчикті мен страйктан бірін жинадым да, сол 38 подписчикпен қалып қойды. Егер осы подписчик саны 50-ге барғанда мен конкурс жасайтын боламын. Енді каналға тіркеліп кетіңіздер. Ол актив вообще түсіп кетті, міне өздеріңіз көргендей басында жап-жақсы 36 просмотр болды, вообще 6-8 бірге түсіп кетті де, менің каналымды вообще ешкім көрмей қалды. Өздеріңіз міне көріп отқандай кешіктер. Сол каналымды ешкім қарамады, көрмей қалды. Содан кейін вообще менде актив түсті де кетті. Содан кейін вообще видео салуға желание болмады. Мен онлайн сабақ күнде видео салуға да мұршай нені бермей жатыр. Бұғанда воскресенье боласын алғашқы видеоны салдым. Онлайн сабақ басталғаннан кейін мен еще Free Fire'ды да удалить еттім. Бүгін қайтадан скачать етіп отырмын енді. Сіздермен қайтадан каналымды қолға алайын деп. Вот, енді сіздер каналға қайтадан бұрынғы активті қайтарасыздар ау деймін. Енді менде қашан 50 подписчик болған кезде менде уже огромный конкурс жасайтын болам, мен жариялайтын болам. Сол огромный конкурс 10.000 алмазға 10 орын болатын болады. Сондықтан күтем сіздерді. Бүгін кешке стрим болады. Что стримде 50 подписчик напсек. Жарайды, сіздермен бірге болған мен әдеттегідей Фули. Келесі кездескенше.